Сәлем баршаңызға, сіздермен Гүлзия. Бүгін жаңаша балық пісіру рецептісімен танысамыз. Ол үшін бір үлкен жуаны алып, екіге бөліп, полукөл салып кесеміз. Кесілген жуаға жарты шай қасық қызыл бұрыш және бір шай қасық уксус құямыз. Барлығын араластырып, қолмен шамалы мыжып жібереміз. Бұл заправканы балықтың ішіне салу үшін жасап жатырмыз. Ендігі кезекте балық тұздаймыз. Ол үшін бір ас қасық лотос, бір ас қасық қара бұрыш, 2 ас қасық тұз саламыз. Үшеуін араластырамыз. Жасалған смеспен балықты екі жағынан және ішін тұздаймыз. Мендегі балық алдын ала ашылып дайындалған карась балығы. Тұздалған балық 15-20 минут тұруы керек. Тұздап болғаннан соң, манағы жасаған заправкамызды балықтың ішіне саламыз. Ендігі кезекте табаға майды құйып қыздырамыз. Майдың көлемі балық орта беліне дейін бататындай болуы керек. Қалқып жүрмеуі тиіс, әйтпесе ішіндегі жуалары шығып кетеді. Оттың жылдамдығы орташадан сәл жоғары болуы тиіс. Осылайша балықты екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Қатты күйдірмейміз. Оттан жаңа ғана түсіріп алған балыққа жарты лимонды кесіп, оған суын саламыз. Менің каналым сіздерге ұнаған болса, подписка жасап, лайк, коммент қалдырайық. Ас болсын.